сіздерді алдыңғы сабақты жақсы үйреніп алды деп үміттенемін. Бүгін біз сол тақырыптарға байланысты ары қарай өзіміздің тақырыбымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде Қытайда мейрамханада отырғанда ең қажетті сұрақты үйренеміз. Ол ең қажетті сұрақ былай: 这道菜辣不辣? 这道菜辣不辣? Бұл тағам ащы ма жоқ па? Яғни Қытайдағы көп тағамдар ащы. Сол кезде біздің кездесетін мәселеміз осы. Ас мәзірді алғанда қоятын бірінші сұрақ: 这道菜辣不辣? 辣不辣деген ащы ма әлде ащы емес пе? 这道деген біз алдыңғы сабақта айттық. Дау деген счетный слово орысша, яғни санын білдіреді. Цай деген тағам. Осы тағам ащы ма жоқ па? 这道菜辣不辣? Егер ол даяшы сізге 一点儿 десе, ол кішкене деген сөз. 一点儿 немесе өте ащы деуі мүмкін. 很 ол өте деген мағына береді. 很辣бір сөз аламыз. ла деген ашты. 很辣өте ашты. Немесе 太 ол өте деген сөз. Яғни қатты өте ашты. 太辣ашты емес деген 不辣 Сосын даяшы сізден сұрауы мүмкін: сіз ашты жей аласыз ба, жей алмайсыз ба деп. Егер жей алсаңыз 能吃辣, яғни мен ашты жей аламын деген сөз. Осы жердегі 能 деген істей алу, яғни қолдан келу. 吃деген жеу, ла деген өттік, ащы деген сөз. Сондықтан ащы жей аламын. 能吃辣немесе ашты жеуме болады. 可以吃辣 Қытайдың тағамдары негізі көбісі бөлінеді. Біреуі ашты, біреуі ашты емес болып. Шығыс жақта көбінесе аштыны жемейді. Ол жақ Гуандong деп, шығыс оңтүстік жақ. Гуандong, яғни Гуандong қаласы, Гуандong провинциясы. Сол жердің тағамдары Гуандong цай. Кантон тағамдары, яғни Гуандong тағамдары. Немесе Қытайдың ортасы, ол Сычуан деген провинция бар. Сычуан. Ал сол Сычуан тағамдары өте ашты болады. Сычуан тағамдары Сычуан Сычуан тағамдары. Ол өте Қытайдағы ең ашты тағамдардың бірі. Енді біз келесі сабақта, келесі видеода біз осы тақырыптарды қозғап, кішкене практика жүзінде видео саламыз. Сол видеоны көріп, практика істеңіз. 妈妈，这道菜辣不辣？ 辣，你要不要吃？ 哦，不要，我不喜欢吃辣的。 是吗？那这样吧，等一下我做广东菜给你吃。哦，好的。那广东菜辣不辣？ 广东菜不辣，四川菜才辣。 好的，谢谢妈妈。